Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 8-ші сабақ. Мен таңдайтын мамандық. Кім болғым келеді? Тау мен тасты қопарар, кенші болғым келеді. Кенші дегеніміз жердің астында кен қазатын жұмысшылар. Кеншілер кентастарды ұсақтайды, оларды сұрыптайды, жоғары қарай көтереді, кейін кентастарды зауытқа жібереді. Достық сәлем апарар, елші болғым келеді. Елші дегеніміз бір мемлекеттің екінші бір мемлекеттегі дипломатиялық басшысы. Яғни елші екі елді тату қылып отырады. Елші адамдар ұзақ сапарларда жүреді. Олар халыққа есеп беру үшін күнделік жазып жүреді. Елшілер халық үшін оң шешім жасайды. Темір жонар екпінді, токар болғым келеді. Токар дегеніміз темір ұстасы. Олар темірден тұрмысқа, күнделікті өмірге қажетті заттар мен бұйымдар жасайды. Токар темірді балғамен ұрып отырып жұқартады. Сөйтіп керекті бұйымдарды жасайды. Жолда өткізер көп күнді, шопыр болғым келеді. Шопыр дегеніміз көлікті жүргізетін адам. Мысалы, ол такси болуы мүмкін, немесе жедел жәрдем көлігін жүргізеді, өрт сөндіру машинасын жүргізеді. Шопыр адамдар көп күндерін жолда, сапарларда өткізеді. Олар адамдарды керек жеріне апарады. Ұлағатты атанған ұстаз болғым келеді. Ұстаз дегеніміз жас ұрпақты жақсылыққа тәрбиелейтін және білім беретін оқытушы. Ұстазға деген құрмет бәрінен биік тұрады. Ұстазды сыйлауымыз керек. Себебі ғалымда, кеншіде, токарда, шопырда, аспазда, әншіде, ұшқышта бәрі ұстаздан білім алады. Бармағынан бал тамған аспаз болғым келеді. Аспаз аз әзірлеумен айналысады және жаңа тағамдар ойлап табады. Әртүрлі тағамдарды пісіреді. Олар ақ күртеше мен ақ үлкен қалпақ киіп жүреді. Талай жерге әйгілі әнші болғым келеді. Әнші халық қалаулысы. Онсыз ешбір ортаның сәні келмейді. Әнші болу үшін дарын, талант керек. Әншілер той думандарда ән айтып, халықтың көңіл күйін көтереді. Ғарышқа ұшқан ағамдай көкке жеткім келеді. Елім үшін аянбай еңбек еткім келеді. Ұшқыш ұшақтар мен тікұшақтарды басқаратын адам. Олар ұшу және қону туралы шешім қабылдайды. Ұшқыш болу өте қиын мамандық. Олар әуеде қалықтап, ұшқан құстай самғайды. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Ал сіздер кім болғыларыңыз келеді? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын. Сіздермен болған Суретті әдебиет каналы. Каналға тіркеліп, достарымызды шақырайық.